Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі түн қасиетті түндердің бірі болып табылады. Бұл түн Бараат түні деп аталады. 14-ші Шаабаннан 15-ші Шаабанға қараған түн Бараат түні деп аталады. Бұл түн жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер Шаабан айының жартысы болса, яғни 14-нен 15-не қараған түн болса, ол түнді құлшылықпен өткізіңдер және күндізін оразамен өткізіңдер. Өйткені сол кеште Алла тағала дүние аспанына түсіп, менен жарылқау тілеп жатқан адам бар ма? Мен оны жарылқайын. Менен рызық сұрап жатқан адам бар ма? Мен оған рызқын кеңейтіп берейін. Сынаққа тап болған адам бар ма? Мен оның сынағын жеңілдетейін деп айтады. Осы жағдай таң атқанға дейін жалғасады дейді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, осы түнде Алла тағала кәліп деген тайпа болған, сол тайпада өте қой көп болған, солардың қойының үстіндегі жүннен көп адамды мейіріміне бөлейді, күнәларын кешіреді деген. Яғни бұл сондай қасиетті түндерден болып табылады. Ұлы табииндерден Халид ибн Маъдан, Макхул, тағы да сондай имам Аузаи секілді ұлы ғұламалар осы түнде құлшылық жасап, дұға зікірде өткізу абзал деп айтқан. Осы түнді олар ерекше өткізетін болған, яғни сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзін көрген табииндер осы түнді осылайша ерекше өткізетін болған және адамдарды соған қызықтырған, шақырған. Имам Шафииден 5 түнде дұға кері қайтарылмайды деген риуаят келген. Ол жұманың түнінде, 2 айттың түнінде, Ражаб айының 1-ші түнінде және сондай-ақ Шаабан айының 15-ші түнінде. Міне біз сіздермен Шаабан айының 15-ші түнінің алдында тұрмыз. Ендеше осы түнді пайдаланып, осы түнде көбірек құлшылық жасап, дұға тілеп, Алла тағаладан қажетімізді сұрайық. Алла тағала баршамызға осы түннің берекетін берсін. Баршаңызға Алла разы болсын.